шежіре деген дәстүр ол араб мәдениеті, әдебиеті, немесе арабпен келген ислам діні, мәдени ықпалдармен туындаған нәрсе емес. Шежіре деген одан қайда 1000 жыл бұрын, тіпті бірнеше 1000 жыл бұрын қалыптасқан мәдени дәстүр. Ол осы сарыарқа қазақ даласы, орталық Азияның сахараларында жылқы шаруашылығымен өмір сүрген түркі тайпаларының ертегі кезеңдерден келе жатқан сондай дәстүр. Сондықтан мен әуел бастан бұл шежіре сөзі бертінде бізге әсері бола бастаған араб мәдениетінің ықпалы деген нәрсеге келіскен жоқпын. Мысалы, Әлкей Қану Марғұланның өзі беріп кеткен шежіре энциклопедиялық анықтамасында шаджарат араб сөзі деп жазған. Бірақ шежіре сөзі ол сежі деген сөзден шығады. Шежі ол не деген мағына білдіреді? Ол біз түркі-моңғол халықтарына тән. Мына мысалы Алтай халықтарында Туға, мына моңғол халқа моңғолдарда, қалмақтарда бұл шежіре ұғымы бар. Қырғыз, түркмен халықтарында бұларда санжыра, седжіре, шейджилер дасық деген сөздер айтылады. Сонда бұл сөздің түбін төркінін мен іздегенде тіл маманы Нұрмағанбетовтың анықтамасы дұрыс деген тоқтамға келдім. Нұрмағанбетов соны көрсеткен өзінің жаңағы этимологиялық сөздігінде. Шежіре бұл түркілердің жады деген сөзінен шыққан